Тралалеро тралала. Жай әуен бе, әлде ұрпақты діннен бездіру құралы ма? Тикток ашып қалсаң, бұл әуенді әндетіп жүрген ұл қызымызды көресіз. Тралалеро тралала, үш аяғына кроссовки киген акула, итальян акцентіндегі ырғақты рифма, әзіл сияқты. Әуені тартымды, көрінісі күлкілі, мәтіні ше. Тралалеро тралала. Бұл ән емес, бұл дінді қорлау, Алланы мазақ ету. Бірақ бүгінгі бала мұны әуен деп қайталап айтып жүр. Ол сөздің мағынасын түсінбейді, бірақ миына жазылып жатыр. Құбыжық акуладан кейін абсурд кейіпкерлер шеруі тоқтамады. Кейінгі шыққан Бомбардино крокодило мен Палестинадағы балаларға бомба тастағанды ұнатамын дейді. Бұл енді жай қалжың емес, бұл саяси пропаганда. Одан кейінгілердің саны есепсіз. Әлгі мемдердің бір ғана ортақ белгісі бар. Бәрі brain rot хэштегімен таралып жатыр. Ол мидың шіруі дегенді білдіреді. Тиктокта қазір ондай 1,5 миллионнан астам видео бар. Олардың бәрінің көксегені соғысты, ойынға айналдыру, діни қорлау. Brain rot жай интернет термин емес, 2024 жылы Оксфорд сөздігі оны жыл сөзі деп жариялады. Абсурд пен бос күлкінің үстемдік құратын дәуірі басталды дегенді меңзеп. Психотерапевт Шерил Эскин былай дейді: итальяндық brain rot миға арналған цифрлық кәмпит секілді. Бұл ата-аналар түсінбейтін құпия тіл. Сондықтан балалар үшін ол керемет болып көрінеді. Бірақ тәттіні тексерсек, нағыз у екен. Мен тиктокты жабайық демеймін, мен диалог бастайық деймін. Балаңыз не көріп жүр, не тыңдап жүр, неге күледі, кімге еліктейді? Бұл сұрақтардың жауабын сіз білмейінше жауапты нейрожүйе береді. Сондықтан ми шірімесін десек, мағына берейік.